Депутаттық сауал Олжас Абайұлы Бектеновке. Ауыл әр қазақтың алтын бесігі деп жатамыз. Бірақ бүгінгі күнге сол алтын бесіктің сапасы сын көтермей тұр. Оған кедергі болып тұрған ауылымыздың дамымай тұрған бәрімізге белгілі тиісті сапалы маманның аздығы, жетіспеушілігі. Ауыл шаруашылығына керекті агроном, ветеринар мамандықтарын айтатын болсақ, еліміздің 119 университетінің 13 университеті даярлайды екен. Бүгінгі күнде 200 студенттің кем дегенде 50% ғана толық аяқтайды. Неге? Өйткені аталмыш мамандықтардың бірінші, екінші курсқа келген кезде басқа мамандықтарға, я болмаса басқа қалаға ауысып кететін жайттары бар. Бітірген күннің өзінде олар ауылға бармайды. Біз қаланың баласын ауылға әкелеміз деген іс-шара екіталай. Дегенмен елімізде жастар бағдарламасы, тағы да тиісті бағдарламалар жүріп жатыр. Бірақ олар қажетті нәтижені беріп жатқан жоқ. Ауыл партиясының ұсынысы дипломмен ауылға бағдарламасының бір шешімін ұсынып отырмыз. Ол грантты тиісті уәкілетті министрлік емес, жергілікті мекемелерден берілсе, жергілікті әкімшіліктерден берілсе дейміз. Студентпенен, талапкерменен, тапсырыс беруші, тапсырыс алушы университет орталығында үш жақты келісім шарт жүзеге асырылып, оқытылатын болса, сол ауылдың баласына біз ден қойып назар аударатын болсақ, керекті маманды сол ауылдық әкімшілік мекеме басшылары өздерінің тиісті деңгейінде тапсырыс беретін болса, сонда ғана сол балалар сол ауылға қайтатын болады. Екіншіден, университет тарапынан жаңаға түлек бітіргеннен кейін тексеріс нәтижесі бойынша сапалы білім алды деген жүзеге асырылып, сонда ғана ауылға жұмысқа тартылса. Ал егер ондай сапалы білім болмайтын болса, тапсырыс беруші университеттен төлеген ақшасын қайтарып алуға құқылы деген ұсыныс берілуде. Екіншіден, болашақ бағдарламасына тек қана қалалардан барады. Ауылдық балалардың аузы сасық емес қой. Сол себептен нәтиже көріп отырғандай, бүгінгі күнде көптеген ауыл балалары болашақ бағдарламасымен оқып жатыр. Осыны тиісті деңгейде жүзеге қойылса. Үшіншіден, көптеген осы ветеринар болсын, агрономия мамандығы болсын, Алматы, Астанаға келіп жатады. Олар Алматы, Астана емес, өңірлік университеттерге баратын болса, Тараз, Өскемен, Көкшетау атты университеттерде білім алатын болса, онда біздің мегаполистердің жүктемесі азаятын еді. Ол бір. Екіншіден, жатақханаменен толық қамтамасыз етіліп, білімді сапалы алатын еді. Ол екі. Үшіншіден, бұл ауылда келген кезде көп нәрсе жетіспейді. Не нәрсе жетіспейді? Инфрақұрылым жетпейді, үй жетіспейді. Егер біз сол түлекке, дәрігерлерге де беріп жатқан 10 миллион теңгелік көтерме ақыны сол мамандарға беретін болсақ, ол мамандар үй алады ма, жоқ әлде агрокәсіппен айналыса ма, вет клиникасын аша ма, жоқ әлде ауыл шаруашылығын дамытады ма, осы мәселеге жұмсалатын болса, ол мамандар міндетті түрде ауылға баратын болады. Бірақ, олардың өтем мерзімі болу керек. Өтем мерзімі 7 жылға дейін көздейтін болсақ, онда біраз мамандарды біз ауылға тартамыз деп есептеймін. Жоғарыда ескере отырып, тиісті мерзімде жауап берулеріңізді өтінемін. Құрметпен ауыл партиясы фракциясы мүшелері.